Ұрылар банкті немесе басқа да жерлерді тонау кезінде өздеріне қатты сенімді болады. Бірақ бес саусақ бірдей емес. Кейбір ұрылар тонау кезінде қателесіп кететін кездер де болады. Бүгінгі видеода біз сіздерге ең ақымақ ұрылардың екінші бөлімін ұсынатын боламыз. Белгісіз ұрылар Берлиндегі банкті тонамақшы болады. Бір қызығы, ұрылардың біреуінің құлағы естімейді екен. Банк қызметкерлері қорыққаннан сөмке керек пе деп сұрайды. Өздерін біртүрлі ұстайтын ұрылар, иә, қарғыс атсын, бұл нағыз тапанша деп жауап береді. Осы сәтті пайдаланып банк қызметкерлері полиция шақырады. Бірақ полицияларға ұрыларды ұстауға қиындық тудырмаған көрінеді. Қарақшылар да адамдар, олар да қателесіп тұрады. Белгісіз ұрылар Лондондағы Галифакс банкін тонай бастайды. Бір кезде ұрылардың біреуі кассирге ақшалары сөмкеге сал деп талап етеді. Бірақ ақымақ ұры сөмкенің орнына тапаншаны беріп қояды. Кассир бірден ұрыға не істей аласың деп жауап береді. Ұры өзінің қандай қателік жасағанын түсініп, кассирден тапаншаны тартып алмақшы болады. Бірақ одан түк шықпай қашуға бел буады. Белгісіз ұрылар әйелдің пәтеріне баса көктеп кіруге тырысады. Әйел бірден полицияға қоңырау шалып, ұрыларды оп-оңай ұстап береді. Ұрылардың ақымақ болған соншалықты, олар бетпердеге ақша жұмсамаған көрінеді. Жай ғана беттерін маркермен бояп қойған. Және біраз уақыттан кейін боялған ұрылар бірден ұсталды. Тонаудың маңызды аспектілерінің бірі қашу. Колумбиядан келген ұрылар тобы жергілікті фермерден жануарды ұрлау үшін көліктің орнына есекті пайдаланған. Олардың ұрлықтары сәтті өтеді. Алайда есек жол бойы қатты айқайлап, полициялардың назарын өзіне аударды. Бірақ ол маңайда ұрылар туралы ешкім білген жоқ. Ең күлкілі тонау шығыс елдердің бірінде болған. Мопед мінген жігіт әйелдің сөмкесін ұрламақшы болады. Жігіт әйелдің сөмкесін алып, мопедке отырудың орнына басқа жаққа қашып кетеді. Бірақ әйел осы сәтті пайдаланып, жігіттің мопедін өзімен бірге алып кетеді. Жігіт өзінің қателескенін түсініп, әйелдің артынан қумақшы болады, бірақ жете алмады. Сонымен достар, бүгінге қысқа ғана видео болды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, әрине лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.